Күннің 9 баласы. 3-ші бөлім. Негізінен аспандағы шоқ жұлдыздармен танысуды 7 қарақшыдан бастаған дұрыс. Әрі оның басқа шоқ жұлдыздарды тауып алуға септігі тиеді. Ол шөмішке ұқсас пішін жасап тұратын 7 жарық жұлдыз. Бұл 7 жұлдыз үлкен аю шоқ жұлдызының бір бөлігі ғана. Үлкен аю шоқ жұлдызы 125-дей жұлдызды қамтиды. 7 қарақшы жұлдызы түннің және жылдың әр мезгілінде әр түрлі көрінеді. Соған қарап, уақыттың қай шама екенін аңғаруға болады. Мен сенің тұратын жеріңе байланысты айтып берейін. Ол жерде 7 қарақшы көктемнің кешінде шығыстан құйрығымен қадалып тұрады. Жаз айларында төбеде төңкеріліп жатады. Күзде ернеуімен шаншылып түседі, ал қыста солтүстік көкжиекте етбетінен түсіп жатады. Сіз қарапайым тілмен ертегі айтқандай құлаққа құйып жібереді екенсіз. 7 қарақшыға қарап уақытты қалай білуге болатынын айтып беріңізші, деді бала шыдамсыздана. Қыркүйек айларында кеш бата батыстан шығып, таңға жуық 4-еуі өрге шығады. Шөміштің сабы секілді 3-еуі төмен түседі. Осыған қарап, таңның атып қалғанын білесің. Ал қыстыгүні таң атарда төбеге келеді. Жазғы салым шығыс жаққа еңкейеді. Наурыз айында темірқазықтың үстіне шығып, батысқа қарай бұрылғанда таң атады, деді Шолпан. Баланы аспан әлемі қызықтыра түсті. Ол: жаңа Меркуриймен кездестім. Ол да күнді айналып жүреді екен. Сіз де күнді айналып жүремін деп тұрсыз. Сонда күн ананың 9 баласы да күнді айналып жүре ме? Иә, бәріміз күнді айналып жүреміз. Анамыз күн, Меркурий және менімен таныстың. Жер туралы өзің де жақсы білесің. Енді Марспен таныс, деп Шолпан балаға жол сілтеп жіберді. Барса, Марс беті алай-түлей дауыл екен. Өзі шап-шағын. Біздің жерден 2 есе кіші екен. Жердегідей еркін тыныс ала алмайсың. Бұл жерде оттегінен гөрі көмірқышқыл газы көп екен, деп ой түйді. Жел тыйылар емес, тым суық. Түнге қарай одан да қатты суыта бастағанын байқады. Марс бүк түсіп ап балаға тіл қатпады. Бала қанша тоңса да екпіні қатты желге қарсы жүре берді. Меркурий бетіндегі құлама жарларды, канондарды жерге қатты ұқсатты. Тұла бойын суық қарған бала Марстан ұшып шығып Юпитерге барып қонды. Сыртынан Марс оған қып-қызыл боп көрінді. Ашулы қызыл жұлдыз, деп күбірледі бала. Марстан біреудің өзіне қарай ұшып шыққанын көрген Юпитер оны тосып тұр екен. Өзі жолақ-жолақ бұлттармен белін байлап алған. Амандасқан соң бала: беліңді неге бұлттармен байлап алғансың, деп сұрады. Менің жылдамдығым күшті. Бұлар менің айналамды қызық көріп жүрген балақайлар, деп түсіндірді Юпитер. Сіз де салқын екенсіз, иә, деді бала дірдектеп. Біз күн анамыздан өте алыстамыз. Сондықтан температурамыз өте төмен. Уран мен Шолпан ұқсас. Екеуінің де жүру жолы бізге қарама-қарсы. Ең кішкентайымыз Плутон. Оның Харон деген серігі бар. Марстың Фобос және Деймос деген 2 серігі бар. Сатурнның Титан деген серігі мен менің Ганимед деген серігім ең үлкен серіктер. Олар айдан 1,5 есе үлкен. Олардың қасында Меркурий сәл кіші боп көрінеді. Титан азоттан тұратын атмосферасы бар ерекше серік. Маған бір орында тұра беруге болмайды, деді бала қолын уқалап. Бұл жер өте салқын екен. Мен Сатурнмен барып танысайын. Әңгімесін өз аузынан естиін, деп бала ұша жөнелді.